Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен қарапайым теңдеуге бірнеше мысалдар шығаратын боламыз. Белгісіз сан бірінші қосылғыш болған жағдайда қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайтатын боламыз. Алдымен x тең деп жазып аламыз. X тең қосындының мәні 7. Оң жақтағы ең соңғы санды бірінші жазамыз балалар. Теңдіктің оң жағындағы санды бірінші жазамыз. Мына қосу амалы теңдіктің оң жағына азайту болып түседі. Келесі екінші қосылғышымыз 4 екен. X тең 7-ден 4 азайтсақ 3 болады. Тексерейік. X-тің орнына 3-ті қоямыз. Қосу 4 тең 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады екен. Теңдеуіміз демек дұрыс шықты. 7 тең 7-ге. Келесі теңдеуіміз. Азайғыш белгісіз болған жағдайда айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. U тең деп жазып аламыз. 5 теңдіктің оң жағындағы 5-ті бірінші жазамыз. Айырманың мәні бірінші жазылады екен. Азайту амалы қосу болып түседі. Келесі 4. Азайтқышты жазамыз. U тең 5-ке 4-ті қоссам 9 болады екен. Тексерейік. U-дың орнына 9-ды жазамыз. Азайту 4. 9-дан 4-ті алсақ 5 болады. Теңдеуіміз дұрыс шықты. 5 тең 5-ке. Келесі теңдеуіміз. Екінші қосылғышымыз белгісіз. X тең деп жазып аламыз. Бұл жағдайда қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамыз. Ең алдымен теңдіктің оң жағындағы 9-ды жазып аламыз. Қосу амалы азайту болып түседі. 6-ны жазамыз. X тең 9-дан 6-ны алсам 3 болады. Тексереміз. 6-ның өзін жазамыз. Бірінші 6 тұр. 6 жазамыз. Қосу амалын жазамыз. X-тің орнына енді 3-ті жазамыз. 6-ға 3-ті қоссақ 9 болады екен. Демек, біздің теңдеуіміз дұрыс шықты. 9 тең 9. Келесі теңдеуіміз. Балалар, азайтқыш белгісіз болған жағдайда A тең деп жазамыз да, бірінші үлкен санды жазамыз. Егер белгісіз сан азайтқыш болса, ортада тұрса, онда біз үлкен сан 7-ні жазамыз. Азайту амалы азайту болып түседі. Келесі айырманың мәнін жазамыз. A тең, егер белгісіз сан азайтқыш болған жағдайда азайғыштан айырманың мәнін азайтатын болады екен. 7-ден 5 аламын. 2. Тексерейік. 7. 7-нің өзін жазамыз. Бірінші 7 тұр. Азайту. A-ның орнында бізде 2 шықты. 7-ден 2-ні алсам 5 болады. Демек, біздің теңдеуіміз дұрыс деген сөз. Ал балалар, осымен біз бірнеше мысалдар шығардық. Енді мұнда сендерге тапсырма. Дәл осылай мынау теңдеулерді өздерің шығарыңдар. Ал бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.